қазақ ер азаматы, қазақ әйелі қандай болған еді? Біз қатты өзгердік па қазір? Иә. Қазақтың бір ғасырлық көрген бейнетін сыйғызған ғой. Ол сұрапыл өнер ғой. Ол өте жақсы сұрақ екен. Нені өзгертіледі, нені қиратылады. Қиратса ол мына осындай жалпы осындай фильм керек пе дейді енді. Әр жағында менің ой тұрады. Мына осыны оқып, осыны көріп, мына білмейтіндер білсе екен. Өзіміздің қандай екенімізді еске түсірген фильм болды. Қандай едік деген. Иә. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, назарларыңызда Леп подкаст, тізгіндемен Арнат Дүйсен және менің әріптесім Даяна Тоқберген. Біз бүгін қазақ киносы жайында, қазақ өнері, қазақ руханияты төңірегінде әңгіме қозғамақшымыз. Бүгін біздің студиямыздың төрінде көптен күткен қонағымыз, белгілі дәстүрлі әнші, қазақ өнерінің ұлттық мәдениетін зерттеуші десек болады ғой, және де ондаған халықаралық кинофестивальдерден жүлдені жеңіп алған Әбіл фильмінің басты рөлін сомдаған Ерлан Төлеутай ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Сонау алыстан ат терлетіп біздің студиямыздан табылғаныңызға мың алғыс. Иә. Біз үшін бұл үлкен мәртебе. Иә. Мен көп осындай подкасттарға бара алмадым. Өйткені сол кезде көңіл күйім бәрі мына не болып жатты да. Кейде мына подкастқа баруға шамам келмеді енді. Осы 1-2 подкастқа шақырды. Осына Айнұр Асанбердіге ғана бардым енді. Қалғандарына бара алмадым. Енді сендер бірінші рет шақырып тұрсыңдар, сол көңілдерін қимадым мен. Өздерің жастар екенсіңдер. Өздерің жанып тұр екенсіңдер. Рахмет сізге. Шынымен фильмді көргеннен кейін біз Арнат деген сізді шақырайық міндетті түрде деп солай шын ниеттенген болып тұр ғой. Шынымен бізге бұйырған болып тұр. Рахмет шынымен келгеніңізге. Көп алғысымызды білдіреміз. Енді алғашқы сұрақ. Фильм Әбіл фильмі біз қазіргі күнделікті шығып жатқан коммерциялық, комедиялық емес, нағыз бір тарихи драманы көрсеткен, қазақтықты көрсеткен, қазақтың болмысы қандай болғанын көрсеткен фильм болды. Оған түсу, оның үстіне басты рөлге түсу сізге қалай болды? Ұсыныс қашан түсті? Бірден келістіңіз бе? Неге сізге таңдау түсті режиссердің? Осы жағынан бастайық. Бұл фильмнің сценарийі 2015 жылы жазылған. Сол режиссердің өзі жазған. Содан кейін ол мұны мына түсіруге қаражатсыз деді. Бірнеше қазіргі ұлттық киноны қолдау орталығына берді. Одан өтпеді, бүйтті. Содан кейін ол режиссер маған келді де осындай сценарий жаздым. Түсіңіз деп мен басында жоқ, мен түспеймін деп айттым. Өйткені менің ол енді жас режиссер ғой енді, жаңа Елжас Ескендір. Бірақ жаста болса, ол өзіне сол кездің өзінде әлемнің назарын қаратылды көрген болатын. Жаңағы Пусан фестивалінде 2016 жылы оның қысқа метражды фильмі баспай қалған. Сөйтіп өздеріне жалт қойып баспай қалу оңай емес қой. Пусан деген үлкен фестиваль қазір тіпті үлкен болып кетті. Бұны Азияның Каны деп аталады. Мысалы, Еуропада Кан десе, қазір Пусан біздің Азия құрлығында ең үлкен фестиваль енді. Мына Токио фестиваль деген бар. Енді бізде үлкен Азияның фестивалі, сосын Шанхай фестиваль деген бар. Масштаб жөнінен оларды бұл басып озды. Өйткені мемлекет өте үлкен қолдап, жаңағы оңтүстік Корея мемлекеті соны сол жетекші фестивальға айналды. Соның енді бас бәйгесін алу оңай емес қой. Сосын мен енді өзім кино саласында жүрмін. Қауіптендім, ертең кинода былай ғой, енді басты рөлдегі актерлер дұрыстап ойнай алмаса, ол режиссер қанша мықты болса да бірден көзге түседі да. Сол жағынан қауіптендім, ертең енді мен ойнай алмай, бұны енді өзім кәсіби актер емес деп сол қауіпімді айтып, бірақ ол табандылықпен жаңа айта берді да, ылғи кеп тұратын маған.
жана сосын әңгімелесеміз. Сосын осы ең соңында сол 3-ші жылында ма екен, сол айтып жарайды дедім, енді өзің біл дедім. Мен барымды салып, енді өзімді актер ретінде көрсетіп көрейін, бірақ ертең ойнай алмай жатсам қиналып қалма деп сондай әңгімелер болды енді. Содан ақыры сол өзінің несін жеңіп алды, мына неде түсіретін болды. Иә, киноны қолдау орталығынан қаражат алып, сонымен басталып кетті ғой. Сосын әйтеуір араң-шырың болып 2 жыл түсірілді. Мен өте жол ауыр болды өзі бұл фильмнің. Бұны сөреге қоймақшы болды, тоқтатып тастамақшы болды. Бірақ енді біз табандылықпен күресіп, егер күреспеген жағдайда бұл шықпайтын еді. Өйткені біздің киноның майында жүрген басшысымақтарға бұндай фильмнің керегі жоқ. Олар бұның мәніне бойламайды да. Оларға жаңағындай қазіргі бір жарқылдаған бір демелер керек. Сол ұлттық киноны қолдау орталығының бір басшылардың бірін айтқан әңгімесі есімнен кетпейді. Осындай, жалпы осындай фильм керек пе дейді. Бұның фильм жақсы фильм болатын, Польшаның операторы Дилевсканың өзі көріп қойды. Мысалы, сценарийді оқығанда мен сүрем деп. Сол кісі мысалы үлкен кісі ғой енді. Ол кісі бір академияның мысалы деканы, жаңа операторлық ілімнен сабақ береді. Польша мектебі мықты ғой, кинооператор мектебі. Соның ішінде әлемге әйгілі Канға барған кісі бұл кісі. Үлкен кино бәйгелерді жеңіп алған. Сол кісілер көріп қояды да, сонда сол кісі айтты, мен өзім түсірем деп. Өйткені ол көрді бұның осал фильм болмайтынын. Сөйтіп, сол кісі өзі түсірді ғой. Сценарийді алдым дедіңіз, 3 жыл бойы келіспей жүрдім дедіңіз. Ең бірінші рет сценарийді оқыған кезде ойыңызға не түйдіңіз? Мүмкін таныс тумаларыңыз сол кезде есіңізге түсті ма? Енді сол 90 жылда айналып өткен жоқпыз ғой, бәріміз де көрдік. Есіңізге не түсірді? Мен енді өзім сол 90-91-де ауылда қой бағып едім. Солардың шет жағасын көрдім. Осы болған сұмдықтар болады ғой әлгі. 4 сабынға бір қой келетін. 2 жарты бір қой болды. 2 жарты араққа бір қой беретін. Халықтың, сол малшы қауымның басқа түгі қалмады ғой, енді түгі жоқ. Сонда әйелдерге сабын керек болды. Еркектерге арақ керек болды. Соның енді былайша айтқанда сол кезде аштық болды. Мен сол 96 жылы ауылға барғанда көрдім аш адамдарды. Олардың көздері былай тұнып кетеді екен. Соның бәрі сол есіме түсті. Сол заманның мықты директорлар болды ғой енді, кәдімгі елге ие болатын. Кәкім Жәкішев деген Қарқаралы ауданының сол кезде Восток совхоз дейді, қазіргі Тоқтар Әубәкіров атында ғой деймін, ауыл. Сол миллионер совхоз болатын. Жаңағы Кәкім Жәкішев деген ағамыз көзіміз көрді, өте керемет енді. Сол Қарқаралының экологиясына зардабы тиеді деп, бензинмен машина жүргізбейін деп, трамвай жүргізейін деп атты сол ауылдың ішінде. Асфальт көшелер жайнап тұр. Бағалаң терілері жаңағы қара түлкі деймі, норка, бәр сол ауылда. Керемет асыл тұқымды сиырлар жаңағы. Түнде жаңа ауыл жарқырап тұрады. Көшелерінде кәдімгідей шамдар орнатылған. Көшелер асфальт, сондай бір жақсы ауыл, миллионер сол кездегі ауыл еді. Сонда солар Терещенко сол ауылға барады деді ғой. Біз сол Қарағандыда соны қарап отырдық. Сонда елдің бәрі бағып отыр. Енді бір премьер-министр ғой енді. Айтатын шығар, шыдаңдар халқым, мал басын кемітпеңдер енді. Әлі бұл қиындықтан шығамыз деп. Сондай күтті ғой енді. Үміт халықта, әлі үміт болды. Бұлай болу мүмкін емес. Бұл енді совхоз деген біздің енді әкелеріміздің, аталарымыздың енді
бірден жаңа нәрсеге дайын болмады ғой. 70 жылдық еңбегі ғой оның бәрі. Қанша ана қырылған халық 32 жыл соның орнады ғой енді осы колхоз совхоздар. Соны енді тірнектеп жиған енді малы ғой. Соны ана адамдар сол ұстап отырды, жаңа Кәкім Жәкішев сияқты ағалар. Сон Терешеге келеді да арылатады, ана кісі енді ана сиырлар жолымнан жарылайын деп тұр дейді енді. Түстері тап-таза, жылтыраған, күйлі, малы да анау бисестер жаңағы, бағалаң терілері жаңа, қара түлкілер, осы керемет құлпырып тұр дейді құндыздай. Енді бәрі валюта ғой ол заманда енді. Соның бәрін көрсетіп, жаңа сиырын көрсетіп жатса, сол ана боқтаған ғой. Терещенко. Жаңа боқтап, қолым былай сермеп, маған неменесі көрсетесің. Біз етті Еуропадан сатып аламыз деген ғой. Керек жоқ мынауың деп. Сол хабар, ана суық хабар ғой енді, сол Қарағанды облысы, сол ана сол бір ауыз сөзінен Терещенконы күйреп түсті. Бірден ана паника басталды. Содан малдың бәрін білді, енді үміт жоқ екен. Сосын жаңағындай әлгі 2 жартыға 1 қой, 1 қойға 4 сабын деген сол кетті жаппай. Завод, фабрикаларды ол жауып жатты, сатып жатты. Сол Қарағандыда бізде Samsung деген мұздатқыш шығаратын завод болды. Жаңа Кореяның, сонда ел сол бір заводтың өзі, ол кезде ана советтік холодильниктер болды ғой, мұздатқыштар. Ана оның жанында керемет енді Samsung, сонда әр үй сонда енді өзі қымбат емес. Соны алып бір тұрмыс оңалып келатқан. Сол заводтың өзін тасалқан қылды. Мына фильмде сол сұралады қайда кетті деп. Көрдің? Мына мысалы кейінгі балалар көрген таңғалып жатыр. Сондай заман болған ба? Мысалы бізге ашаршылық 32-ші жылғы біздің әжелеріміз арқылы айтқанда біз таңғалатынбыз. Сонда шынымен осындай болды ма деп болған енді. Қазіргі ұрпақта сұрап жатыр, шынымен осындай болды ма деп. Көрдің бе? 30 жыл өтті, былай қарасаң. Ізі сайрап жатыр. Ұрпақ білмейді. Сонда бұл былай айтқанда айыпты ақсыз дер едік бұл фильмді. Сол кездегі тарихи оқиғаны жеткізу ғой, былайынша айтқанда, фильм арқылы, көркем фильм арқылы. Енді өзіңізге жаңа айттыңыз, мен кәсіби актер емеспін деп. Фильмге түсу өзіңізге ұнады ма? Енді әнші ретінде біледі барлығы сізді. Мен енді ол ұнады. Енді қаншалықты қиын болғанын білеміз, алдында сұхбаттарыңызда айттыңыз, бірақ өнер ретінде қарағанда сізге актер ретінде былай өзіңіздің көңіліңізден шықты ма? Енді бір нәрсені айтқым келеді. Актер болуға өзім құштар емеспін дедім ғой, жалпы. Менің өзінің негізгі миссиям мына қазақ әнінің тарихын жазып бітіру. Сол ұрпаққа негізгі менің бойымдағы сақтап алып келатқан, жазып келе жатқан сол біздің мына ән тарихы ғой, қазақ әнінің тарихы. Мен соған қарай көбінесе не жасаймын? Фокус жасаймын. Негізгі жұмысыңыз. Мен соны негізгі мен миссиям деп ойлаймын. Сосын мына ескі әндерді айтып, халыққа соны айтамын. Кино енді мен кино санасымен амалсыз барған жерім ғой. Мен оған амалым жоқтығынан барғам өзім. Өйткені менде үлкен қиындықтар болды. Сол 2009-8 жылдар қудалау көрдім. Сонда баратын жерім болмай, сол паналаған жерім ғой. Бірақ мен ондай бір актер боламын, бір сценарист боламын деп ойлаған жоқпын. Бірақ енді сол мен бірақ өзім қайында барсам, ана перфекционист дейді ғой. Қандай жұмыс істесем, мен сол кәдімгідей бір үңіліп, соны түбіне жеткенше істеймін. Өте тыңғылықты, ұқыпты істеймін. Мен сценарий жазсам да, қаншама жыл редактор болдым, директ фильм түсірдім, кітап жазсам да, қандай жұмыс істесем, сол ыждахаттылықпен, сол бар немді салам мен. Бойымда қандай күш-жігер, қабілет, зейін,
соны сөйтем. Мен мына актер болғанда да сол енді келісім бергеннен кейін шегінерге жер жоқ. Мен соны дайындалдым, соны өз сценарийді алып. Өйткені мен бұның әлгі кухнясын білем ғой енді. Өйткені мен актерлермен өзім жұмыс істегенмін, олардың кемшілігін, артықшылықтарын білемін. Мен мына түсірілім алаңынан өзім көп нәрсе үйрендім ғой. Өзім қадағалаушымын ғой, былайша айтқанда. Актерлерді ойнатамын. Иә, жаңағы мына сөздерін. Иә, диалогтарын жазып, дайындап, ертеңгі съемкаға дайындайсың ғой, сол актерлерді осылай отырғызып қойып, сосын ойнатасың. Енді ертеңгі дайын болу керек қой. Сонда мен өзім тоқып отыратын. Мына актердің кемшілігі мына жерде екен. Мынау сөзге салғырт, анау сөздің астарын білмейді, кітап оқымаған. Бір адамдар өзі табиғи болады, жаңағындай, жаттап алады. Актерлік қабілеті күшті. Кейбір актерлер бір жанкештілікпен еңбекқорлықпен алады, мысалы. Біреулер Құдай берген. Ол бүйтсе болды, өзі рөлі шыға береді. Кейбір актерлер өте оймен келеді, әр рөліне жауапкершілікпен келеді. Жаңағындай терең ойнауға тырысады. Енді ондай актерлер аздау. Бізде немқұрай актерлер көп. Жаңағы технический жүрдім бардым. Немен бетімен ойнай салам. Оқыған актерлардың көбісіне соның бәрін сезіп тұрасың, мына былай істеуге болмайды ғой деп. Кейде өзің айтасың, сен бүйтіп театрға жүрдің ғой деп. Соның бәрін істеп жүріп өзіңізге керегін іліп алып отырсыз. Сонда енді мен өзім енді актер боламын деп емес, бірақ өзім тоқып жүретінмін. Негізі мына былай істеуге болмайды екен ғой, былай істеуге болмайды екен. Мен енді 11 жыл осы кино, үлкен кинолардың барлығында мен болдым ғой. Мысалы, әсіресе тарихи фильмдердің, Хан Сатаевтың фильмдерінде мен болдым, Рүстем Әбдірашевтің фильмдерінде мен болдым. Қазақ хандығында болдыңыз. Иә, бәрінде мен сол тарихи фильмдердің бәрінің басқасында мен болдым. Мен солардың главный редактор болдым. Мен солардың диалогтарын жаздым. Мен солардың сценарийін жаздым. Сонда бүкіл актерлер өз көз алдына өтті ғой. Редактор деген өз актерға ие болады. Негізі қазір мына редактордың миссиясын жойып жүрген ғой. Мен соны қайта жандандырдым деп айта аламын. Өйткені жаңағы перфекционистік тұрғыда келдім да. Өйткені мен жанды ойлап тұрдым, мынау мемлекет ертең тарихи фильмдерде бұлай сөйлеуге болмайды. Біз қазіргі замандық сөздермен сонда мен диалогтар жазған кезде бұлай ойлап отыратын. Мына орысшадан аударылған сөз де кірмеу керек. Бұрынғы тұрақты сөз тіркестері, бұрын ескі заманда қалай сөйледі, солай жазатынмын. Тіпті менің мысалы диалогтарын жазған фильмде рахмет деген сөз жоқ та. Рахметтің өзі кейін шыққан. Мен айтым алғыс деп. Немесе ерте заманда Алла разы болсын дейді, мысалы, тәнің жарылқасын дейді. Сондай. Рахметтің өзі кейін шыққан ғой. Менің мына сөздерін жасаған фильмдер қарасаң, рахмет деген сөз таба алмайсың. Өйткені рахмет кейін шықты. Өзі жаңа дұрыс сөз емес. Иә, ол Құдайдан ғой рахмет. Рахметі Құдайдан, мысалы. Сондай, соның бәрін мен сол ойлайтын. Міне сол тұрғыдан келгенде мен мына актерлікке де мен солай келдім. Өйткені енді болса да актер, режиссер сені мыңның ішінен таңдап тұр. Өйткені ол тегін адам емес қолда. Ол да көріп тұр бір нәрсені. Ол да көріп тұр. Сосын ол да бір жағынан әлгі не дейді ғой, тәуекелге барып тұр ғой. Ол да өйткені оны да түсінуге болады. Ертең фильм шықпай қалса, оған да сөз келеді, өзіме де сөз келеді. Сонда айтайын дегенім, менің сол кезде бір не болып жатты. Осы киноның ішінде жүргендер осы кинода не қылып жүр деген. Сын болды ма? Жоқ, мен белсендімін ғой енді мына қазақ фильмде. Ылғи алысып атам. Қазақ фильмге жау болса, мен шығам. Дұшпан сөздер көп болады да, естеймін жаңағы. Осы кинода не істеп жүр осы деген. Сенің бейнет кешкен қаншама, мен 15 жыл бас редактор болдым анимацияның. Қаншама анимацияны мен бір неге шығардым белге. Ұлттық анимация жасадым. Қаншама мықты жас режиссерлерді сол кез алып келдім. Соны аяғынан тұрғыздым. Қаншама фильмдерді өзімнің қолымнан шықты. Тарих фильмдердің бәрінде жүрмін. Деректі фильмдерді мына жақта сүйредім.
сонда мен қара жұмысын істеп жүрмін, олар соның біреуін де істеген жоқ, жаңағы мені сол өсек қылатындар. Өздері кинода енді 30-40 жыл жүруі мүмкін, бірақ түк істемеген, жай жүрген әйтеуір. А менің ана фильмографиямды қарасаңыз, енді үлкен, өте үлкен. Мысалы, мен тіпті телевидениелерге де сценарий жазып бердім, мысалы, телевидение, мына біздің мемлекеттік телеарналарға да сценарий жазып берген кездерім болды. Сонда соған әңгіме соған келіп тірелді ғой енді, осы не қылып жүрген адам деп. Көрдіңіз бе? Өйткені былай ойлайды да, актер ғана адам екен сонда. Немесе режиссер болғың келеді па. Сол фильм шыққаннан кейін, тіпті осы фильм түсірілім кезеңінде, оған дейін кезеңде сол әңгіме күшейді. Сосын бұндағы менің сол бір былай шыққанда өзіме бір жақсы болғаны, актер болудың енді. Сол сөздерге нүкте қойды ғой. Өйткені бұлар енді ойлаған жоқ қой. Жаңағы мына сырт көз, сол кинодағы жүрген, мысалы, дұшпан көз дейді ғой. Әлгі қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, енді жақсы сөз көрелмейтіндер дейді ғой. Бұлар көрелмейтіндер үшін бұл не болды? Үлкен бір дөкей точка болды. Өйткені ол қазақ киногерлер емес мен бағалаған, мені Еуропа мен Азия мемлекеттері сондағы үлкен халықаралық кинофестивальдар бағалады. Бірнеше рет үздік ер адам рөлін берді маған. Олар мені танымайды да ғой, мысалы. Ол жақта мындай коррупция жоқ, бармақ басты көз қысы жоқ. Сол тұрғыдан маған бұл жақсы демеу болды. Мен оны қазір енді айта аламын. Өзіңізге ұнады ма, көңіліңізден шықты ма? Енді көрдіңіз ғой фильмді. Енді мен өзі кішкене кейде өзіңізге қатты сын көзбен қарайтын сияқтысыз. Иә, сын көзбен қарайсың ғой. Бірақ мен бұл жерде енді барымды бердім, өзімді аяған жоқпын, өте. Бірақ бізге ұнады. Енді көрермен ретінде, мысалы, бізге өте қатты ұнады. Ол жерде біз шыққаннан кейін бірден талқыладық қой. Қазақ ер азаматының, қазақ әйелінің образын көрген сияқты болдық. Шынымен де жаңағы рөлдеріңіз арқылы біз қазақ әйелі қалай сөйлеген еді, қалай еріне жаңағы қараған еді, ол кісі қалай сөйлеген еді деген сияқты өзара диалогтардың өзінен біз сол нәрсені көре білдік та, атамыздың көргендей болып сондай. Сол себепті мен ойымша өте сәтті шықты деп ойлаймын. Бірінші кадрдан бастап соңына дейін сіз жаңа айттыңыз ғой, біз жүрдім бардым қарамай, кинотеатрдан көргеннен кейін әр детальға мән беріп, әрбір сөзге мән беріп солай көрдік та. Содан кейін ол жерде айтатын нәрсе маған өте қатты ұнаған, көрермен ретінде. Біз итаяқты көрдім. Ол итаяқты көргенде бір ескі танысымды көргенде шынымен солай болды. Өйткені ол итаяқты біз бала көзде көрдік те, одан бері міне 30 жыл өтті ма, ол ұмытып кеткенбіз. Ол нәрсе болмаған сияқты қазір күн кешіп жатырық та, анау көрпені жинап тұрған, төсектің үстіне көрпені былай қатар жинап, үстінен жамылғын жауып қойғаны, дастарханда жаңағы тамақтар тұрады, оның үстіне сүлгіні жауып қойғаны деген сияқты бір біздің фляктың ішінен ожаумен су ішкені деген сияқты сол нәрселердің бәрі болды ғой өмірімізде. Дегенмен осынша арада уақыт өткеннен, 30 жыл өткеннен ол біздің өмірімізде болмаған сияқты болды да, ана нәрсе заттардың бәрін көргенде біз өзіміздің біз қандай едік, қандай болып едік деген сұрақ келді біздің өзім жеке басыма. Сіздің ойыңызша қазақ ер азаматы, қазақ әйелі қандай болған еді? Біз қатты өзгердік па қазір? Енді ол итаяқ туралы айта кетейінші. Оны да айтпақшы, итаяқтан бастап басқа сұрақтар. Итаяқты мысалы оның бәрін режиссер мен қоюшы оператор жаңа поляк азаматы бірге оның бәрін ұйымдастырып отыр ғой, Енді бұл жерде режиссер ғой. Мысалы режиссер сол ана директілік деген бар. Өткенде директілікке мән бердік десе, бір адамдар енді былай шыққанда сол кісілер журналистер сол директілік дегеннің өзін білмей жатыр да, енді ой жаңағындай айттым ғой директілік деп өзі айтты деп. Директілік деген сол заманның сол атмосферасын дәл беру ғой. Сол итаяқ, мысалы, сіз қарапайым көрермен ретінде, мысалы,
соны көргенде көзіңіз жылышырады өйткені Иә. сіз көргенсіз өзі итаяқ деген сөйтіп жатады оны машина басып кетеді Иә. ол барлығы Мыжылып қайтып орнына иә келді. оны жаңағы түзетіп жатады балғамен түзететінбіз әлгі енді майысып қалады ғой жаңа иткені тамақ беру керек қой енді ол уақытта жаңағындай қазіргідей пластмасса толып жатқан не жоқ қазір енді итаяқ әлгі қытайдың пластмассасы бір не болып ол кезде сондай бір темір терсек бірдеме болатын әйтеуір ана бір осы ақсақал қазір алдымнан бір кісі жазыпты ана әбілдің көк майкасын көргенде көзімнен жас шығып кетті деп ана сол киген ғой енді әкесі ма сол ана көк майкамен жүретін жері бар ғой бір соның бәрі ана сонда ана сол заманында қазалтында беру оның орнына сен басқа зат қойып қойсаң мысалы итаяқтың орнына сен қазіргі заманауи бірдеме қойып қойсаң ана жылышырамайды ғой көзге немесе ана қол жуғыштың орнына басқа бірдеме қойып қойсаң ана кеселер бәрі сол 90 режиссер деген міне осы кейде біздің режиссерлер мән бермейді жаңағындай әлгі мен баяғыда айттым ғой әлгі меринос қойларды тарихи фильм түсіріп жатырмыз меринос қойлар көпті соны мен режиссерге айтып жатырмын әй иә мына қой жоқ мына 54-ші жылы 1954 жылы туған қойлар қалай дейді бұл жасанды қойлар жаңа арқарымен нені қосып шығарған мына қазақтың қойы басқа болады қандай болады қара қой болады атмосферасын беру ғой иә жоқ анау меринос деген қойдың өзі мысалы көп режиссерлар соны қазақтың дүниетанымын білмейді қой болса болды қой деп қой болса болды жаңа жерде ол итаяқты анау ол назар аудармайды мысалы мына қалада өскен режиссер ал жаңа біздің Елжат Ескендердің ол бір сол ғажабы соның бәрін өз бала кезінде көрген ғой соны қазғалтында бейнеледі кәдімгі талап етті жаңағы суретшілер жасайды ғой енді ана киімдер бас киімдер жаңағы күпәйкелер мысалы соның бәрін тапқызды ғой оның бәрін табу оңай емес қой олар базардан келеді жаңағы сатып алады біреулерден үйден барып жаңағы мысалы мылтықтың өзін табу оңай болған жоқ қазір мылтық та жоқ мылтықтың өзін жинап алыпты ғой үкімет ана қойшыларда баяғыда 2-3 мылтық болатын өйткені қару керек қой қаруы бар қойшы ол өзіне сенеді мысалы ит құс келеді жаңағы ана кинодағыдай ұрлап келеді біреу мылтық ату керек сонда мылтық таба алмайды ғой қазір бұл не қылған бұл үкімет деймін да ана қойшының сол жаман 16-шы әлгі 16 деген мылтықтар оны алды солар жоқ соның өзін әзер таптық мысалы түсті да солар таңдайды мысалы түсін айтып жатыр ғой сұрқай деп ол мысалы камера дірілдейді дей ма енді ол соны сөгеді ол мысалы ана бір журналист әйел жазды ғой әлгі камерасы дірілдеп тұр деп енді ол камераны дірілдетпеу мына штативке қоясың дірілдемейді ғой ол керісінше оңайырақ болады иә ал бұл ең түсірудің күрделі жолы бұл мына бір бірінші кадрдың өзінен ұзақ бір кадрмен түсіреді иә сонда сен ана қосауыздың алдындағы сияқтысың актер сен мүлде мүмкін емес ана жасырынып қалып мысалы кейде 3 камераны қойып қояды сен мына жақта тұрып жасырынып қаласың мысалы енді мұнда сен тура не сосын ол органика жаңа жерде бір актер ойнай алмай қалса немесе бір ит ана кешігіп қалса бәрі қайтадан түсіріледі бұл өте қиын соның бәрін мына түсірілу әдісінің ең қиын әдісін таңдады ғой режиссер да қоюшы оператор да бұл өте қиын соны ана камера дірілдейді оның өзінің бір миссиясы иә оның миссиясы ол бір тәсіл оны дірілдеткені кино түсірілім жөнінде мен көп жазамын ғой енді Facebook парақшасына сонда ана әр жағында менің ой тұрады мына осыны оқып осыны көріп мына білмейтіндер білсе екен былайша айтқанда ағарса екен деймін өйткені үстірт қарауға болмайды ана Ахметбек Нұршида деген ағам жазыпты ғой ана Абайдың сөзін келтіріп ана зейін бөліп қарамағаннан кейін адам әртүрлі пікірге келе береді оның соңына түсіп үңіліп терең қарау керек та өнер өзі терең қарауды талап етеді өнерге сен жүрдім барым қарай алмайсың ғой ол ана фанерщиктердің әлі емес қой енді бүйтіп ас үйде жүріп тыңдай беретін кино өнер деген өте әсіресе авторлық кинолар өте терең ғой соны әр кадр бұны сөйлейді мысалы ана мен қазір 100 шақты эссе жазылды ғой енді байқауға байланысты сонда мен сол ұлттық кино деген сол көрдің ана ұлт өзінің ит аяғында танып жатыр майкісінде танып жатыр қойында танып жатыр
жаңағы сөзді де танып жатыр. Міне ұлттық кино деген сол. Ал енді оны қаланың баласына түсірсең, оның біреуі де болмайды. Ана Елизавет Ескендердің ұтқан жері осы ғой. Ұлттық режиссер деген осы. Иә, сол жаңа айтып жатқаным сол ғой, өзіміздің қандай екенімізді еске түсірген фильм болды. Қандай едік деген. Иә. Соны ағартушылық деп айтамын мен мына. Сонда ана әр ақпаратты кейде мен осы енді қазір киноны сол мен ана эссені жазғанда қарадым да, сонда ылғи детальдардың бәрі ұлттық қой. Жаңағы бәрін сол ана көрермен, әсіресе қыз балалар зейіні өткір ме деп ойладым. Қыз балалар өте қатты байқаған, әкесін сағына ма, сол өте қатты байқаған. Енді көрермен байқай алмай жатқан жерлері де бар әлі, бірақ сондағы детальдардың барлығы ұлттық детальдар. Иә, жаңағы Маған қатты өткені детальдардан бөлек ер азаматтың ерді арқалап келе жатқан өте бір ауыр трагедия ғой ол. Иә. Иә, оны да көрсеткен. Мен сұрайын дегенім, Әбіл бұл бір адам прототипі ма, жоқ әлде бұл жиынтық па ол? Жиынтық қой енді. Жиынтық ол сол кезеңдегі біздің әкелеріміздің сол бейнеті ғой енді. Өйткені фильмнен шыққаннан кейін көбісі жылап шығып жатыр да, бір кейіпкердің бойына, бүкіл трагедияны бір кейіпкердің бойына берген деп. Енді ол режиссердің сол шеберлігі ғой. Драматургия. Иә, ол ана өте үлкен масштабты қамтығанда, жаңағы қазақтың бір енді бір ғасырлық көрген бейнетін сыйғызған ғой. Ана өзінің әңгімесінде айтады ғой, менің атамды сөйтіп өтіп. Иә, атам желтоқсан бар, жаңағы мына кімдері бар, Брежневтердің өзін жаңағы әлгі кейін бәле болды ғой, Назарбаев деп айтты, алып тастасын деп, сондай. Сонда ол жиынтық қой, жиынтық біздің сол 90-шы жылдардағы, жаңа айттым ғой, соған бір ой көзбен біз өтіп кеттік қой. Біз ол бір бекет сияқты 90-шы жылдар біз пойыз өтіп кетті. Анау халық қойды ғой енді, 30 жыл ұзақ кетті ол жерден. Соны қайтадан бізге, ай, мынаны ұмытпаңдар деп, режиссер алдымызға келіп көрсетті да, мынандай заман болған естеріңде ме? Біз былай ғой, тарихтан сабақ алу деген бар. Біз тарихтан сабақ алмайтын халықпыз өз негізі. Шын оны біз мойындауымыз керек. Мына Еуропада социалистік режим құлады ғой енді 90-шы жылы. Сонда чехтар, словактар, тіпті бер жақ шығыс Еуропаның өзінде социалистік лагерь болды ғой, бірнеше мемлекет. Сонда солар құлаған бетте нелердің бәрін, компартия қызмет еткен шенеуніктердің бәрін алып тастаған ғой. Кәдімгідей. Партияда болды ма? Болды. Жаңағы обкомда дейікші енді. Осы партия комитетінде жұмыс істеді ме? Бітті. Партияға қатыстың бәрін жолатпай отыр ғой сондай. Сонда олар айтады, біз сол күні бәрін құрттық дейді. Өйткені бізге жаңа өмір бастау керек дейді. Аналармен сен қоғам құра алмайсың ғой. Олар басқа системаның жаңағы коммунистік режимнің қолшоқпарлары дейді. Сөйтіп біз мүлде ол салада қызмет етпеген адамдарды алып келген ғой. Сөйтіп қоғам тез сауықтырып алған ғой. Чехтар, словактар тез олар әрі дамып кетті. Біз тарихтан сабақ алмаймыз. Иллюстрация жүру керек еді. Біткеннен кейін, совет үкіметі құлағаннан кейін. Немесе деколонизация процесі. Біз енді 201 жыл Кенесары заманынан бері отаршылдық қамытын кидік қой. Сонда деколонизация, отарсыздандыру процесі жүру керек еді. Жүрген жоқ қой. Сол бетіміз әлі сол келе жатырмыз. Сонда мына дерттердің бәрінен арыла алмай келе жатырмыз ғой. Сонда жаңағы 30-жылардың 30 жыл болған сол 90-шы жыл оқиғаны біз ұмытып қалып ғой. Иә. Соны тарихтан сабақ алмаймыз ғой. Әбілді аяқтайық. Жеке сізге көшейік. Жеке басыңызға. Аяқтайық. Маған киім ұсынған Астана қаласындағы Адия киім бутигі, егер әйелдер қауымына арналған сапалы әрі сәнді киім іздесеңіздер, міндетті түрде барып көріңіздер. Дәстүрлі өнер нені өзгерте алады, нені қирата алады? Сіздің ойыңызша? Ол сұрапыл өнер ғой. Ол өте жақсы сұрақ екен. Нені өзгерте алады, нені қирата алады? Қиратса ол жасанды масса культураны қиратады.
мына қазір мына алды қызыл жасылды. иә, алды депутат боламыз деп енді ұят емес пе? Мен айтайын деген мына массакультура мен мына діншілдік биліктің бұл қос шоқпары ғой. Мысалы, осымен бұлар көп нәрсені жариятып отыр да. Мына ұлттық сана өспей қалды осылардың кесірінен. Біздің талғам төмендеп кетті. Эстетикалық талғам деген бізде бұрын өте жоғары болды. Сол 90-шы жылға дейін біздің қазақ қоғам оқитын халық болды. Жаңағы айтамыз ғой, жұлдыз журналы 300 мың тиражбен тарады деген біз ауызбен айту оңай. Бірақ ол деген 300 мың тираж болды жаңағы. Сонда біздің қойшылардың өзі керемет болды ғой жаңағы. Сол кешегі әбілдер сол жұлдызды әлгі Гержетігінің қонышына салып жүріп оқығанын көрдік қой. Ана транзистор болады, жаңағы қой бағып жатып, соны ана керемет әндер, ол уақытта сол ана сіздердің дәстүрлі ән дейсіздер ғой, соны тыңдап жатады, күйлер, жаңағы төгіліп жатады ғой. Біздің шалқар, қазақ радиосы, сондай эстрада деген болған жоқ. Болды енді, бірақ оның өзінде болғанның өзінде енді кімдер ғой енді? Роза Бағланова, қарасаңыз, Бибігүл Төлегенова, енді мынау операның бір өте үлкен көрнекті өкілі, Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева. Сол енді ең соңғысы сол Нұрлан Өнербаев қойдым енді. Мысалы, сол уақытта енді сондай Нұрлан Өнербаевты мен тыңдаймын әлі күнге дейін. Иә, жоқ, сол енді сондай талғам болды ғой. Сонда редакторлар отырды, олар анандай көшенің әндерін жібермейтін. Жаңа Әлия Жақановтар отырды ол жерде. Сөйтіп мыналар келді да, солардың бәрін құртты ғой. Сол ылғи айтуын жалықпаймын. Сөйтіп біздің мына бірінші әнді құртты. Жаңа біздің осы домбырамен айтатын әндермен тартатын күйлерді шектей бастады. Олардың орындаушыларын шет қақпай қыла бастады. Сөйтіп бізге мына нені алып шықты ғой. Эстрада болғанда, эстрадада емес қой. Бұл енді плагиаттық нәрселер ғой. Қарап отырсақ, мына мен қараймын кейін, көбісі бізде румыннан ұрлайды екен да, Гүләпше деген румын әні. Румынның әні кәдімгі. Анау басқа елдерде хит болған, жақсы таралған әндерге армяндардан көп ұрлады, анау Қаншайым мау деген таза армянның бір әні. Оны ана түріктен көп ұрлады. Жалпы осы мына румыннан бері қарай ұрлап, мына жағы өзбекке дейін айнала ұрладық қой енді. Тіпті араптан ұрлай бастады. Мына өзбекті қырғыздан көп ұрлады. Соның бар плагиат музыкалар ғой бұлар. Бұлар үшін олар сотталу керек. Жоқ, сол және фонограммен оны айтып шықты. Олардың дауысы жоқ. Сөйтіп бұлар мына нені басып алды ғой. Біздің кеңістік, мәдени кеңістікті, мәдени рухани кеңістікті осы фанерщиктер басып алды. Сөйтіп билік соларға ықпал етті. Өйткені мына Шерхан ағалар шықпау керек болды, Шерхандарды құрту керек болды. Шерхандар телевидениеде отырып алып, Ақселеу бәрін шақырып алып, кеңестер құрды ғой. Назарбаевтың өзі шақырып алып сұхбат алды мысалы. Массакультураға, тобырлық мәдениеттің жетекшілерін шығарды да, соларға телевидениеңді, радионды бәрін алып берді, бітті. Сосын жолын кесіп тастады. Қазақтың ән күйін, жаңағы ойда дамымай қалды. Жаңағы кімдер енді ой пікір айтатын еді ғой. Шерхандар, Сағат Әшімбаев, Ақселеулер, олардың бәрін құртты ғой. Сөйтіп, әйтпесе бұл жаңа айтты сұрағына жауап берейін. Әйтпесе бұл өнер, ол мынандай тобырлық мыналарды қирататын күш. Бұрын оларға, бұлар тұрғанда, олар биікте тұрғанда, аналар ана тойларда, енді сендер бала болдыңдар ғой. Бұрын мысалы эстрада әншісі тойхананың ішіне кіре алмайды, палаткада болады ғой. Олар сыртта тұратын, сыртта жаңағы вокалды инструменталды ансамбль дейді, вия. Бас гитара, сол гитара, сосын біреу барабан ұрып тұрады. Клавиш. Иә. 4 адам ойнап тұрады, ол жастарды билететін. Олар тойхананың ішіне, жаңа
той болып жатқан неге кіре алмайтын, өйткені ол ұят болып саналатын. Оның ішінде домбырашы отырады, күйші отырады, үлкен тұлғалар отырады. Олар өз орнын білетін. Енді кейін ана домбырашы далада қалды да, домбырамен айтатын адам соның орнына барды да. Қазір тойханада қазір босағада фуршетте отырады. Фуршетте отырады ол қазір. Қол ұшында әлгі фуршет болып қазір ресторанға барасың ғой, сонда мен жаздым ғой анау. Үлкен біздің оркестр бар, Құрманғазы сияқты. Соларды отырғызып қоюға дейін барды ғой. Құрманғазы, Нұрғиса Тілендиев құрған анау отырар сазы, Сазген, біздің үлкен оркестрлеріміз. Сонда фуршетте отырады. Оны енді олар тойханаға кіре алмайды, мысалы. Көрдің? Оның орнында жаңағы фанерщиктер жүр. Сондай сұмдық қой. Соның бәрін көрдік, сол маған оңай дейсіңдер ме деп қояды. Заман дүниенің өзгергенін көрген, мысалы. Сонда мен кәдімгідей қаным қайнап, азабойым қаза болып ана жерде отыратын. Сосын мен оны кейін жаздым, айттым, радиодан да сөйледім. Қазір ептеп керісінше болып келе жатқан сияқты. Қазір енді ойланып, өйткені азаматтар оларды қорлауға болмайды ғой. Құрманғазы оркестрі, мысалы, отырар сазын сен неше жерде миллиардер болсын, ол айту керек, айнадан аулақ жүр жаңағы. Барсақ, ана тойдың төрінде тартып берейік, бір-екі адайды Сарыарқа. Біз ана жерде отырмауымыз керек. Ол жаңа көнбеу керек. Соның бәрі анау өнерді қорлау ғой. Ана жерде қаншама музыкант, қобызшысы бар, домбырашысы бар. Сол жасып шығады ана жерден. Сонда үйіне қалай барады мен? Мысалы, ана өлім ғой енді. Намыс. Көрдің бе? Ішінде біреу айту керек. Мен шығарып жүрсең де мен отырмаймын есіктің аузында. Мен не құлмын ба? Мен сонда елдің қорымын ба? Менің домбырам сонда қор аспап па? Деп, олардың өздерінде байланысты. Олар мұн көтеру керек ана жерде. Жаңағы, ана филармонияның бастығы жіберіп отыр ма? Айту керек. Сен өзің барып тарт ендеше. Сізге қандай әнші ұнайды қазір? Мен білмеймін қазір әнші. Тыңдамайсыз ба ешкімді? Шын тыңдайтын қазір өз әнші жоқ. Сіздерге айтайын. Енді әрине біз бұл енді қазақ вокалының табысы, біз Димашты тыңдаймыз. Димаш өте үлкен. Әсіресе соның алғашқы әндері, Жандай дейді-ау, соларды бәрі өте үлкен. Ал енді одан кейін мен енді өзі тыңдайтыным, сол өзімнің бұрынғы тыңдап келе жатқандарым, сол егер эстрададан айтатын болсақ, мен сол кімді? Роза Орынбаеваны тыңдаймын, мысалы. Мақпал Мырза өте керемет. Ол енді Жанар Айжанова. Енді Жанардың бұрын домбырасын ептеп тыңдайтынбыз, енді ол домбырамен шықты ғой. Содан кейін бұлар басқа өріске кетті. Енді мысалы Спиранбек мысалы өте жүрегімен айтады әнді. Оны жоққа шығаруға болмайды. Ол өнерпаз, үлкен өнерпаз. Енді мына жас буыннан Үкітай. Оны естімеппін, Үкітай дегенді. Білмеймін, мен тұшынбаймын енді, шынымды айтсам. Жақсы. Ал қазіргі жастарды қандай қылық үшін немесе не үшін мақтар едіңіз, не үшін қай жағынан сынар едіңіз? Сынды уже түсінген сияқтымыз. Сынды түсінген сияқтымыз. Бір мақтан тұтатын тұстар бар ма екен? Мақтан жастарды. Әлде көңіліңіз толмай ма? Жоқ, мен мысалы толатын жерлер бар ғой, ол жастарды біз білмейміз да. Көп танымал емес. Бізде мысалы жас ғалымдар бар. Өте керемет. Мен өзім білем, оны қазақ қоғамы білмейді. Өте керемет ғалымдар келеді. Ол әлгі гуманитарлық салада емес. Біздің математик ғалымдарымыз бар. Біздің химия, биология саласында жүрген ғалымдарымыз бар. Мен сондай жастарды мен сол тілеуін тілеп отырам. Бірақ олар өте қиын. Оларға ешкім мән бермейді ғой. Сосын әрине бізде өнерде де бір жастар келе жатыр. Олардың да тілеуін тілейсің. Сондай жастар бар. Мен жастарды жоққа шығармаймын ғой. Жастарды жоққа шығару деген ол бәрін жоққа шығару деген сөз ғой. Жастарсыз болмайды ғой. Жастар ол қоғамның қозғаушы күші, олар қоғамның индикаторы солар. Бірақ біз ол жастар ол кінәлі емес. Оны олар
көңіліміз солмай жатса, оларды сондай қылған біз өзіміз ғой. Өйткені сондай идеология болды. Мысалы мен жастарды көңілім толмағаннан гөрі мен аяймын. Әсіресе мына мешіт жағалап жүрген жастарды аяймын. Солардың енді ешқандай мұрат жоқ қой. Ертең олар қалай әке болады? Ертең олардың да балаларын сол жаңағы мешітке апара ма? Мен сол жастарды, мен соларды аяймын, сосын уайымдаймын. Ертең бұлардың болашағы не болады? Олардың балалары не болады? Мен өткенде де айттым, бір таксист жігіт сұрап отырмын ғой енді, сонда 6 балам бар дейді да. 6 балам бар. Аллахқа шүкір, 2-еуі намаз оқып жүр. Енді 4-еуі намазға жығуым керек. Әкенің мұраты. Сонда мен азап ойым қаза болып кетті. Сол не шығады ертең? Сондықтан бізге мына неден арылу керек. Осы жастарды мына түнекке қарай өзіміз қуып айдап бардық қой. Сол мешіттерді қаптатып салып, сондай саясат жүргізді ғой енді біздің билік. Сосын мына музыканда, мына тобырлық музыканда соларға қораға айдап барды. Бірақ жастардың ішінен де керемет өнерпаздар келе жатыр. Жаңағы әсіресе мына біздің қыз балалар керемет күйшілер шығып жатыр. Жаңағы күйлері енді керемет. Қазір кейде ойлайсың, мына 2-ның бірі домбыра тартатын сияқты да, қарап отырсаң. Қазір көп мектепте оның үстіне негізгі пән ретінде қосты ғой домбыра. Сондықтан осы домбыра осы жеңеді ғой деп кейде ойлаймын. Жеңіп келе жатыр. Иә, өйткені біздің рухымыз ғой. Енді бұрын домбырамен көп күресті ғой. Мысалы, ескіліктің қалдығы деп көп күйшілерді, әншілерді атты 30 жылдары. Сөйтіп қорқып қалды домбыра ұстауға. Біздің заманымызда домбыра ұстайтын адам мысалы қалада өте сирек болатын. Қала халқы мүлде. Қазір қалада өте жастар көп, мысалы домбыра тартады, ән айтады, күй тартады, және өте керемет шебер тартады. Сосын домбыра халықаралық сипат алды. Қазір мысалы Америкадан да бір ағылшын домбыра тартып атады, жапондар күй тартып атады. Мына Димаштың факторы өте қатты әсер етті мына Димаштың. Сол мысалы Димаштан ештеңені аямауымыз керек. Мысалы мемлекет осы Димаштың әлемге жиі шығуына мүдделі болу керек. Димаштың бір шыққаны ол бір олимпиадамен тең да. Бір концерт, Америкада берген концерттер, Латын Америкасында берген концерттер еді, керемет табысты болды ғой. Сонда ол қазақ қоғамы әлі Димашты ол бойлаған жоқ. Олар үшін айтады ғой, шыңғырады дей ма, ондай шыңғыру үшін ол миллионның біреуі ғана ондай биік дауысты меңгере алады да, миллионнан миллион. Өте оңай нәрсе емес қой. Ол біздің тыңдарманға ол шыңғырыс болып есептеледі. Мына опера өнерінде қараңыз, оның бәрі үлкен дауысты мүмкіншіліктерін көрсетеді ғой жаңағы. Соны тыңдайды, мысалы, еуропалық көрермендер мына партияларды тыңдап отырады. Ол үлкен талғам қалыптасқан, олар мына жердің бәленбай әнші былай алып еді, мынау былай алды. Сондай үлкен не ғой енді, эстетикалық талғамның. Біз сол Димаш шықты, қазір біз Димаш факторын көріп отырмыз. Ол бізге енді бәленбай миллиард доллардың жарнамасын жасап беріп отыр ғой. Сол домбыраға жарнама жасап берді. Мен сол көбінесе домбыра тартып жатқан елді Димаш фактормен байланыстырам. Өйткені адай күйін, тағай күйді тартты. Осы күйлерді тартып, қазақтың музыкалық несін жайып жерді. Даңқы қазақтың осы Димашпен жайылды. Енді өзі екі нәрсе ғой. Біреу осы музыка, кино, әдебиет енді. Оны біз әдебиет ұқсата алмай отырмыз. Біздің аудармаға қаншама миллион бөлінді, бірақ жоқ қой, нәтиже жоқ. Өйткені сапасыз аударылған. Киномыздан да жағдай болып жатыр. Мысалы, авторлық кино дегенге әбіл шыққаннан кейін мына билік қатты қарайтын болды. Енді оларды біз көздерінен оқып отырмыз дегендей, олар авторлық киноны енді шығарғысы жоқ.
көрдіңіз ба? Қазір биыл мысалы мына ұлттық киноны қолдау орталығынан бір де бір авторлық фильм өтпеген. Ол нені аңғартады? Ол жаңағы біздің мемлекеттік чиновниктердің, биліктің қазақ руханиятының сауығына мүдделі емес. Ол жақсы киномен, жақсы музыкамен, жақсы әдебиетпен сауығады ғой елдің санасы. Оны істейтін тұлғалар ғой. Оны істейтін сол өнерпаздар ғой. Оларды қолдамаса, оларды күнде тырқыратып қуғындай берсе не болады? Бәрібір істеледі ғой. Бірақ біз соны айтуымыз керек. Өйткені мен айтып жүрмін, біздің билік біздің ұлттық өнерге суық, орысқа жуық деймін, нәрестеге. Қазір тіпті Қытайға, ана кеше айттым ғой, әлгі Джеки Чан келіп алып, бүкіл әкімдер соңында жүр. Ұят емес пе? Вице-премьер соңында жүр. Ол басқа Джеки Чан басқа мемлекетке барсын, оны мемлекеттік шенеуніктер қарсы алмайды. Ол шоу индустрияның, кино индустрияның өзінің сол елде бір әріптестер бар, солар қарсы алады. Сол жобаларын сөйлесіп, сөйтіп. Ол мемлекеттік деңгейде соңына шауып жүретіндей адам емес қой енді. Соның бәрі кері реакция тудырады ғой. Халық адасады, апырмай сонда. Біздің өзіміздің актерлеріміз қайда дейді. Біздің өзіміздің олар қара тізімде отырмын деп анауне Осқан Жолашсынов айтып жатыр, естіңдер. Тұңғышбай Жаманқұлов қара тізімде. Кеше Софыс Матаев әлеуметтік парақшасында жазып жатыр, қара тізімдемін деп. Сонда ұлттық өнерге қызмет ететіндер қара тізімде болады да. Ана Гонконгтан келген Қытай, ол алтын тізімде қазір. Ана $40 миллион екен бір деректе. Бір деректе $60 миллион дейді. Оған Әбіл туралы 50-60, тіпті 70 фильм түсуге болады. Соны не ойлағаны бар біздің биліктің? Анан Каспий банк қаржыландырады дейді. Каспий банк деген қазақтың банкісі ғой. Ол Америкадан алып келіп жатқан жоқ қой. Ол сіздің салық төлеушінің ақшасы ғой. Соны алдайды бізді. Бәленбай $1 миллион бөлейін деп жатыр. Оның қандай маңызы бар біздің қазақ қоғамы үшін? Ұлттық атыс шабыс болады ертең. Ол Джеки Чан ана басқа да мемлекеттерге түсірген. Ол біздің қазақтың даңқы шығарады дейсің ба? Ол шығармайды. Ол ана белгісіз бір Кун деген режиссер тауып апты. Ол кім мысалы? Ол қалай түсіреді оны? Бізге ұлттық киноға ақша бер десе жоқ дейді. Ұлттық өнерге ақша бер десе жоқ дейді. Кітап жазып едім, Ақан сері бірден сал туралы шара етсең жоқ дейді. Ұлттық ол сол керек қой біздің қазақ қоғамына. Жаңа жастарды біз қалай оны ана қара түнектен шығарамыз? Жақсы. Сізбен таңды таңға жалғап әңгіме дүкен құруға болады. Бірақ біздің жалға алған уақытымыз шектеулі. Өздерің білесіңдер. Әзірге бұл студия біздікі емес. Сендерге сол өзім келдім, осы жас студия екен деп. Сендерге де табыс тілеймін. Халықтың сөзін жеткізе беріңдер, халықтың өзіне. Құрметті көрермен, осымен Леп подкастының кезекті шығарылымы тәмам. Осы жерден біз тізгін тартамыз. Бүгінгі айтылған ақпараттармен, ойлармен қай жерде келісесіз, келіспейсіз пікір қалдырыңыз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.